Ағзаны паразиттерден тазалау. Паразиттер ағзаға қалай түседі? Паразиттер адам ағзасына бірнеше жолмен енуі мүмкін. Ластанған су мен тағам арқылы, шикі ет, жуылмаған көкөністер мен жемістер. Жеке гигиенаны сақтамаған жағдайда кір-қол, тұрмыстық заттар. Жәндіктердің шағуы арқылы. Ластанған топырақпен және жануарлармен байланыс кезінде. Паразиттерден тазаланудың табиғи жолдары. 1. Диета және дұрыс тамақтану. Паразиттер қант пен өңделген тағамдарды жақсы көреді, сондықтан тәтті, ұн өнімдерін азайту керек. Рационға сарымсақ, пияз, асқабақ дәні, жаңғақ, қышқыл жемістер қосу пайдалы. 2. Шөптік тазарту әдістері. Сарымсақ пен бал табиғи антиоксиданттар. Асқабақ дәні ішек паразиттеріне қарсы әсер етеді. Қара жаңғақ және жусан паразиттерге қарсы дәстүрлі құралдар. 3. Дәрумендер мен минералдар. С дәрумені, аскорбин қышқылы, иммунитетті күшейтеді. А дәрумені, бета-каротин, ішек қабырғаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Цинк ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады. Пробиотиктер, йогурт, айран, кефир, пайдалы ішек бактерияларын көбейтіп, паразиттермен күреседі. Қорытынды. Ағзаны паразиттерден тазалау үшін дұрыс тамақтану, табиғи шөптер мен дәрумендер қабылдау маңызды. Сонымен қатар, жеке гигиена ережелерін сақтау және алдын алу шараларын қолдану қажет. Егер күмәніңіз болса, дәрігерге қаралып, арнайы анализдер тапсыру ұсынылады. Ағзаны паразиттерден толық тазалау әдістері. 4. Ішекті тазарту және су режимі. Паразиттерден құтылу үшін ішек жұмысын жақсартып, ағзадан токсиндерді шығару маңызды. Ол үшін күніне 2-3 литр таза су ішу, су паразиттердің тіршілік ету ортасын бұзады және оларды ағзадан шығарады. Асқазан ішек жолын тазартатын тағамдарды тұтыну, талшыққа бай өнімдер, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Детокс шайлар ішу, жусан, имбир, түймеді қосылған шайлар паразиттерді әлсіретеді. 5. Арнайы табиғи қоспалар. Кейбір табиғи өнімдер паразиттермен күресте тиімді. Прополис бактерияға және паразитке қарсы қуатты құрал. Қара зере майы ішек гельминттерін жоюға көмектеседі. Куркума паразиттердің көбеюін тежеп ағзаны тазалайды. 6. Физикалық белсенділік және стресс деңгейін бақылау. Стресс кезінде иммундық жүйе әлсірейді. Бұл паразиттердің көбеюіне қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан, таза ауада жиі серуендеу, йога немесе медитациямен айналысу. Жеткілікті ұйқы және дұрыс дем алу. 7. Алдын алу шаралары. Паразиттердің қайта түсуін болдырмау үшін. Қолды жиі жуу. Жемістер мен көкөністерді мұқият жуу. Шикі ет пен балықты дұрыс термиялық өңдеу. Жеке гигиена заттарын ортақ пайдаланбау. Үй жануарларын уақытылы паразиттерге қарсы емдеу. Қорытынды. Ағзаны паразиттерден тазарту кешенді процесс. Ол үшін дұрыс тамақтану, табиғи қоспаларды пайдалану, су режимін сақтау және жеке гигиенаға мән беру қажет. Егер симптомдар сақталса немесе күмәніңіз болса, міндетті түрде дәрігерге қаралып, арнайы зерттеулерден өткен жөн. Денсаулық зор байлық. Денсаулық адамның ең үлкен қазынасы. Оны ерте жастан бастап күту ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Төменде денсаулығыңызды нығайтуға және ұзақ жылдар бойы сергек жүруге көмектесетін маңызды кеңестер мен дәрумендер тізімі берілген. Денсаулықты күтуді ертеден бастауға арналған кеңестер. 1. Дұрыс тамақтану. Күнделікті рационда ақуыздар, көмірсулар, пайдалы майлар, дәрумендер мен минералдар болуы керек. Фастфуд, қант пен газдалған сусындарды азайтып, көкөністер мен жемістерді көбейтіңіз. Тағамның табиғи әрі пайдалы болуына мән беріңіз. 2. Күнделікті су ішу режимі. Күнне кемінде 1-5-2 литр таза су ішу ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Су метаболизмді жақсартып, токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. 3. Дене белсенділігі. Күнделікті 30-40 минут дене жаттығуларын жасау жүрек пен бұлшықеттерді нығайтады. Жаяу жүру, жүзу, йога және велосипед тебу денсаулық үшін өте пайдалы. 4. Сапалы ұйқы.
Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтау иммунитетті күшейтіп, жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Ұйқы алдында телефон мен компьютерді пайдалануды шектеу керек. 5. Стрессті басқару. Психикалық денсаулық физикалық жағдайға тікелей әсер етеді. Демалу, медитация, кітап оқу немесе табиғатта серуендеу стрессті азайтудың тамаша әдістері. Денсаулыққа қажетті ең маңызды дәрумендер. 1. Дәрумені аскорбин қышқылы. Иммунитетті күшейтеді, теріні жасартады. Цитрусты жемістерде, қарақатта, болгар бұрышында көп кездеседі. 2. Дәрумені сүйек пен тістің беріктігін арттырады, иммундық жүйені жақсартады. Күн сәулесі, балық майы, жұмыртқа сарысы негізгі көзі. 3. Дәрумені бета-каротин. Көру қабілетін жақсартып, тері мен шаш саулығын сақтайды. Сәбіз, асқабақ, бауыр өнімдерінде көп кездеседі. 4. Тобы дәрумендері. Жүйке жүйесін нығайтып, энергия алмасуын реттейді. Бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, ет, балық құрамында бар. 5. Дәрумені клеткаларды қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартады. Өсімдік майлары, жаңғақтар, авокадо негізгі көзі. 6. Магний және темір. Магний жүйке жүйесін тыныштандырып, бұлшықет қызметін жақсартады. Темір қан айналымын жақсартып, шаршауды азайтады. Денсаулық өмірдің басты байлығы. Оны жастайынан күтіп, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну, су ішу, дене белсенділігін сақтау және стресс деңгейін төмендету ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Ағзаны паразиттерден тазалау. Паразиттер ағзаға қалай түседі? Паразиттер адам ағзасына бірнеше жолмен енуі мүмкін. Ластанған су мен тағам арқылы, шикі ет, жуылмаған көкөністер мен жемістер. Жеке гигиенаны сақтамаған жағдайда кір-қол, тұрмыстық заттар. Жәндіктердің шағуы арқылы. Ластанған топырақпен және жануарлармен байланыс кезінде. Паразиттерден тазаланудың табиғи жолдары. 1. Диета және дұрыс тамақтану. Паразиттер қант пен өңделген тағамдарды жақсы көреді, сондықтан тәтті, ұн өнімдерін азайту керек. Рационға сарымсақ, пияз, асқабақ дәні, жаңғақ, қышқыл жемістер қосу пайдалы. 2. Шөптік тазарту әдістері. Сарымсақ пен бал табиғи антиоксиданттар. Асқабақ дәні ішек паразиттеріне қарсы әсер етеді. Қара жаңғақ және жусан паразиттерге қарсы дәстүрлі құралдар. 3. Дәрумендер мен минералдар. Дәрумені аскорбин қышқылы иммунитетті күшейтеді. Дәрумені бета-каротин ішек қабырғаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Цинк ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады. Пробиотиктер, йогурт, айран, кефир пайдалы ішек бактерияларын көбейтіп, паразиттермен күреседі. Қорытынды. Ағзаны паразиттерден тазалау үшін дұрыс тамақтану, табиғи шөптер мен дәрумендер қабылдау маңызды. Сонымен қатар, жеке гигиена ережелерін сақтау және алдын алу шараларын қолдану қажет. Егер күмәніңіз болса, дәрігерге қаралып, арнайы анализдер тапсыру ұсынылады. Ағзаны паразиттерден толық тазалау әдістері. 4. Ішекті тазарту және су режимі. Паразиттерден құтылу үшін ішек жұмысын жақсартып, ағзадан токсиндерді шығару маңызды. Ол үшін күніне 2-3 литр таза су ішу, су паразиттердің тіршілік ету ортасын бұзады және оларды ағзадан шығарады. Асқазан ішек жолын тазартатын тағамдарды тұтыну, талшыққа бай өнімдер, көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Детокс шайлар ішу, жусан, имбир, түймедік қосылған шайлар паразиттерді әлсіретеді. 5. Арнайы табиғи қоспалар. Кейбір табиғи өнімдер паразиттермен күресте тиімді. Прополис бактерияға және паразитке қарсы қуатты құрал. Қара зере майы ішек гельминттерін жоюға көмектеседі. Куркума паразиттердің көбеюін тежеп ағзаны тазалайды. 6. Физикалық белсенділік және стресс деңгейін бақылау. Стресс кезінде иммундық жүйе әлсірейді. Бұл паразиттердің көбеюіне қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан, таза ауада жиі серуендеу, йога немесе медитациямен айналысу, жеткілікті ұйқы және дұрыс демалу.
7 алдын алу шаралары. Паразиттердің қайта түсуін болдырмау үшін. Қолды жиі жуу. Жемістер мен көкөністерді мұқият жуу. Шикі ет пен балықты дұрыс термиялық өңдеу. Жеке гигиена заттарын ортақ пайдаланбау. Үй жануарларын уақытылы паразиттерге қарсы емдеу. Қорытынды. Ағзаны паразиттерден тазарту кешенді процесс. Ол үшін дұрыс тамақтану, табиғи қоспаларды пайдалану, су режимін сақтау және жеке гигиенаға мән беру қажет. Егер симптомдар сақталса немесе күмәніңіз болса, міндетті түрде дәрігерге қаралып, арнайы зерттеулерден өткен жөн. Денсаулық зор байлық. Денсаулық адамның ең үлкен қазынасы. Оны ерте жастан бастап күту ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Төменде денсаулығыңызды нығайтуға және ұзақ жылдар бойы сергек жүруге көмектесетін маңызды кеңестер мен дәрумендер тізімі берілген. Денсаулықты күтуді ертеден бастауға арналған кеңестер. 1. Дұрыс тамақтану. Күнделікті рационда ақуыздар, көмірсулар, пайдалы майлар, дәрумендер мен минералдар болуы керек. Фастфуд, қант пен газдалған сусындарды азайтып, көкөністер мен жемістерді көбейтіңіз. Тағамның табиғи әрі пайдалы болуына мән беріңіз. 2. Күнделікті су ішу режимі. Күніне кемінде 1-5-2 литр таза су ішу ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Су метаболизмді жақсартып, токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. 3. Дене белсенділігі. Күнделікті 30-40 минут дене жаттығуларын жасау жүрек пен бұлшықеттерді нығайтады. Жаяу жүру, жүзу, йога және велосипед тебу денсаулық үшін өте пайдалы. 4. Сапалы ұйқы. Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтау иммунитетті күшейтіп, жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Ұйқы алдында телефон мен компьютерді пайдалануды шектеу керек. 5. Стрессті басқару. Психикалық денсаулық физикалық жағдайға тікелей әсер етеді. Демалу, медитация, кітап оқу немесе табиғатта серуендеу стрессті азайтудың тамаша әдістері. Денсаулыққа қажетті ең маңызды дәрумендер. 1. Дәрумені аскорбин қышқылы. Иммунитетті күшейтеді, теріні жасартады. Цитрусты жемістерде, қарақатта, болгар бұрышында көп кездеседі. 2. Дәрумені. Сүйек пен тістің беріктігін арттырады, иммундық жүйені жақсартады. Күн сәулесі, балық майы, жұмыртқа сарысы негізгі көзі. 3. Дәрумені, бета-каротин. Көру қабілетін жақсартып, тері мен шаш саулығын сақтайды. Сәбіз, асқабақ, бауыр өнімдерінде көп кездеседі. 4. Тобы дәрумендері. Жүйке жүйесін нығайтып, энергия алмасуын реттейді. Бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, ет, балық құрамында бар. 5. Дәрумені. Клеткаларды қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартады. Өсімдік майлары, жаңғақтар, авокадо негізгі көзі. 6. Магний және темір. Магний жүйке жүйесін тыныштандырып, бұлшықет қызметін жақсартады. Темір қан айналымын жақсартып, шаршауды азайтады. Денсаулық өмірдің басты байлығы. Оны жастайынан күтіп, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну, су ішу, дене белсенділігін сақтау және стресс деңгейін төмендету ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі.